Құрметті жігіттер, ертең біз сыйлық таңдаймыз деп біраз әбігерге түсетін күн. Кейбіреулер әлден іске кірісіп кеткен де болар. Жалпы кез келген сыйлықтың орауы ерекше болған дұрыс. Креатив керек. Ер азаматтар жалпы аяулы жандарға гүл беруді ұнатасыздар ма? Біз қазір гүлді әдемілеп ораудың қаншалықты маңызды екенін көрсетеміз. Қайырлы таң, көрермендер, біз көбіне мынандай гүлді сатып алуға келгенде оның қаптамасына, орамасына мән береміз және әдемілігіне мән береміз. Бірақ оның дайындалатынын, қандай қағаз түрлер қолданатынын көбіміз біле бермейміз. Оған бізге флорист Бота көмектеседі. Бүгін мерекеңізбен келе жатқан Бота. Рахмет сізге. Бізге қандай гүл түрлері көбіне мереке кезінде өтеді және оны қалай қолдану керек, қалай қаптау керек, осы жайлы түсіндіріп бере аласыз ба? 8 наурыз әйелдер мерекесіне арнай, әрине біріншіден бізде тюльпандар өте жақсы. Кейін тәжірибеміз көрсеткендей, раушан гүлдері бірінші орында әрдайым. Біле бермейді, гүлді жинаудың өзінің бір машақаты бар екенін. Иә. Көбінесе клиенттер қанша минут алады деп сұрайды. Сол уақытта біз евробукет жинауға примерно бір 10 минуттай кетеді. Букетті жинаудың сол спираль техникасымен жинаймыз. Цветовая гаммасын, мысалы, түсін бәрін қадағалап өзіміз отырамыз. Жас ерекшеліктеріне байланысты қандай гүлдер сыйланады көбіне? Семья құрған апаларымызға, тәтелерімізге раушан гүлдер сыйланады көбінесе. Бөлме гүлдер сыйланады. Әр гүлді осылай кескеннен кейін қиғашынан суға салу керек. Біздің букетіміздің түсі ақшыл түстер, нюдовый түстер, күңгірт түстер. Күңгірт түстер. Сондықтан осыған байланысты біз қағазды ашық түстерді қолданамыз. Қағазды жалпақтап, букеттің бетіне шығарып ораймыз. Бұн әрине тек қана осы тәсіл емес, бірнеше тәсілдері бар. Осындай әдемі формада бірыңғай жинаймыз букетті. Мінекей, құрметті көрермен, біздің гүл шоғымыз дайын. Арулар, сіздер осындай әдемі гүлдерге әрқашан лайықсыздар. Мерекелеріңізбен!